Құс фабрикасының негізін қалағалы отқан азаматтарға мұндай нысанды салу туралы ой індеттің алдында туындап, бірнеше жылға кейінге шегеріліп келген. Алға қойған мақсатынан бас тартпаған маман 2 жыл ішінде құс фабрикасының құрылысын аяқтауды көздеп отыр. Здесь будет 24 корпуса бройлерных. Бұл жерде 24 бройлер бөлімі болады. Жылына 10 000 тонна бройлер етін дайындаймыз. Өндірілген тауар біздің облысқа және Қазақстанның басқа аймақтарына жіберілетін болады. Қазіргі кезде Қазақстанда бройлер етіне деген тапшылық бар. Сондықтан осы тапшылықты болдырмау үшін отандық өнім арқылы орнын толтырамыз деген үміттемін. Солтүстік Қазақстан облысы шамамен 8,5 мың тонна құс етін қажет етеді. Құс фабрикасы салынып жатқан орынға келген өңір басшысы бұл жұмысты қолға алған Петропавл бройлер жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне көмектесетінін айтты. Порядка 18 тысяч тонн. Өңірде 18 мың тоннаға жуық құс еті өндірілмекші. Бұл үлкен экспорттық нарық. Инфрақұрылым бойынша жобаны әзірлеп қойыңыз. Осы бағытта сізге көмектесетін боламыз. Жылына 10 мың тонна өндіретін бұл фабрикада 100-ге тарта жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. Айта кету керек, бұл фабрикамен қатар Аралағаш және Новокаменка ауылдарында қуаттылығы 6 мың тоннаны құрайтын құс фабрикасының құрылысы жүруде. Қуаныш Қапез, Руслан Нұрланов, Первый Северный телеарнасы.